Қасқыр ұлыған түн. Ернұр Қайратұлы. 1984 жыл. Тамыз айының бас кезі. Ми қайнатар шілде шығар ыстық күндердің бірі. Бұлар бет алған бағыт Сарысу ауданының Шығанақ ауылы еді. Күн ысымай ерте жетсек деген оймен шыққан жолаушылар 50 шақырым келесі ауылға жеткенше көретін қиын жол азабын білген жоқ еді. 10 шақты үйден тұратын жол өткен ауылын артқа қалдырып, біраз жол жүріп тоқтат. Жол өткен ауылының атауы қалай пайда болған жайлы ел арасында мынадай бір аңыз бар. Сәкен Сейфуллин Атаман Анненковтың азап вагонында 47 күн ажалмен арпалысып, 1919 жылы 3 сәуірде Колчактың Омбыдағы түрмесінен қашып шығып, осы Шу өзен жағасымен бой тасалап өткендіктен жергілікті халық жол өткен деп атап кеткен. Сылаңдап аққан ерке Шу басы сонау Қырғызстаннан бастап алып, Созақ даласын қиып өтеді. Жапандағы Жуантөбе ауылының мектебіне ақынның аты берілуі де ауыл тұсымен өткендіктен болар. Сан ғасырда көптеген жанға пана болған ерке Шу ақынға да пана болған екен. Содан ары атақты қарт Қаратау арқылы Түркістан асқаны тарихтан белгілі. Ақынның ел ішіндегі кең тараған тау ішінде әні осы кезде туған екен. Мінген мотоциклдерінің жарты жолда бұзылғанына 1 сағаттан астам уақыт болды. Жасы енді ғана 20-ға келген жігіттің бұзылған көлігін жөндей алмасын енді анық көз жетті. Мотоциклдің шанағына 2 бірдей баласын алдын алып, үнсіз отырған жеңгесіне қарап, «Бітті, жүрмейді», деді. Ол кезде көлік аз, көмек берер ешкімде жоқ. Амалы таусылған Әсет жеңгесі Маралға, «Ауылға мен мына тас жолмен жүрсем, шамамен 10 шақырымдай болар. Мен осы жолмен жүре берейін. Егер жолда көлік кездесіп қалса, сол көлікпен сендерді тауып алам. Сендер де жолсыз төмен жүрсеңдер, шамамен 3 шақырымдай боп қалады», деп болжады. Бірақ ол ойлағандай ауыл жақын емес. Жолмен 20 шақырым, тура жолсыз 10 шақырымдай жер еді. Таңертеңгі сағыммен жақын көрініп тұрған ауыл сұлбасы ғана. Уақыт өтіп бара жатыр. Тірі адам тіршілігін жасайдың кебі келіп, мотоциклді жол шетіне шығарып, сексеуілдің шырпысымен көліктерін жасырған болды. Жолаушылар Алла жар болсын деп екіге бөлініп, екі жаққа жүріп кете барды. Арада біраз уақыт өтті. Шөл қысып өздерімен жолға алып шыққан бөтелкелеріндегі сулар таусылуға айналды. Екі баласының үлкені Ермек жасы 3-ке тақап қалған, ойын баласы. Ал Ерлан 1,5 жаста еді. Екі көзі бірдей көрмей қалған өте зақор, ашушан Ерлан алдына барған кісінің іліккен жерін тістелеп, алдын алса бетін тырналап тастайтын. Ағасы Ермектің беті зақор інісінің тырнағынан пайда болған жаралар жазылып болмайтын. Енді жазылып келе жатқан жараны қайта тырнап, жаңа жара орнына пайда болып қалатын. Маралдың да екі қолы шынтағына дейін көкпеңбек тістердің іздері, құдды біреу сиямен дөңгелетіп сурет салып қойғандай еді. Баласының көзі көрмей қалғаны жанына батып, төркін жұртында мықты қожа молда бар деп естіп, дем салдырсам жазылып кетер деген үмітпен шыққан еді. Ашушаң кішкентайының мазасы қашып әбден абыржытты. Бір қолына жетектеген үлкені құмның ыстығынан аяғы күйді ме, жылап келе жатыр. Арқасына кішісін арқалап келе жатқан Маралдың жүрісі өнер емес. Арада қанша уақыт өтті, сағыммен көрініп тұрған ауылдың жақындар түрі жоқ. Алғашында жақсы жол өндірдім деп қуанып, біраз жер артқа тастап жүргенмен де ауыл сол күйінде жеткізер емес. Жаздың аптап ыстығы аздай, өте жағымсыз қосымша ыстық жел әбден қалжыратты. Өзін өзі ауылға шамалы қалды. «Шыда жаным, шыда» деп жұбатқанмен де жылап келе жатқан екі баласын жұбата алар емес. Қаншама жерді тастап, шағын ғана қамыс өсіп тұрған тымаға жетті.
Далалы жерден бұлаққа ұқсаған ызамен сызатып ағып жатқан тұманың айналасында аз ғана өскен қамыс ыстық желмен бастар шайқалып тұр. Алғашында тұмадан су ішіп тынығып алмақ ойы болып, кейіннен күн ыстықта тұмалы жерде қасқырлар салқындап жатады деген үлкендердің сөзі есіне түсіп, өз ойынан өзі үркіп, тез бойын жинап алды. Қалыңның ішінде қасқыр болса қайтем деген сұрақты өз-өзіне қойды. Адам иісін сезбесін, тұманың батыс жағы жел өтімен жүрейін деп шешім қабылдап, тоқтамай жүре берді. Ары қанша жүргені белгісіз, ауылға жақын Қамқалы көліне жақындады. Әбден сілесі қатқан марал жүрісін ары осылай жалғастыра берсе, үшеуі де ауылға жете алмасын білді. Бөтелкедегі сулары таусылып, шөлде қыса бастады. Күн тура төбеден түсіп күйдіріп бара жатыр. Енді нетпек? Бұл тұғырықтан қалай шықпақ? Ары ойланып, бері ойланып, үлкен ұлын қауіпсіз үлкен сексеуілдің көлеңкесіне отырғызып қалдыра тұрсам, жүрісім өніп, ауылға тез жетемін. Ауылға жетіп алсақ, көлікпен қайта келіп, тездетіп алып кетермін деген шешімге келді. Шамалы жүрді де алыстан ерекше байқалған төбе басына тоқтады. Төбенің сол жақ бетіне өскен үлкен сексеуілдің көлеңкесіне ермекті отырғызды да, қалтасына нанның бір тілігін салып тұрып, «Балам, осы жерде отыра тұр, жарай ма? Мен ініңді тез ауылға барып, атамен қайтып келіп, сені алып кетеміз», деді. Ойын баласы анасының айтқанына басын изеп, келіскен ишарат білдірді. Аналы балалы төбе басында осылай қоштасып жүре берген ол, ішінен бұл шешім дұрыс па деп өз ойымен арпалысып келе жатты. Бірақ басқа ешқандай таңдау жоқ. Кіші ұлын арқалап, ауылға тез жетейін деп асығыс қадам жасауда. Айдалада қалған баласына қайта-қайта қарап қояды. Жүрегі сыздап, көзіне жас тығылады. Бірақ амал жоқ, жүріп келеді. Жығылғанға жұдырық демекші, өздері қалжырай әрең келе жатқан маралдың аяғы көлдің шетіндегі батпаққа түсіп, батып қалады. Әр тартады, бер тартады, шығара алмады. Көзі қарауытып, әлсіреген ол талықсып, бір жанына қарай құлай кетті. Аспан шайдай ашық. Дөңгеленген дүние төңкеріліп бара жатқандай күй кешті. Арада қанша уақыт өткені белгісіз. Салқын лайдың үстінде жата бергісі келеді. Талықсып барып көз ілініп кеткенде екен. Сол аз ғана уақытта түс көріп үлгереді. Түсінде көптеген нан пісіріп қойыпты. Енді бір кезде айнаға қараса, беті қап-қара болып күйіп кеткен. Өз түсінен өзі шошынып оянды. Сол кезде өңіндегі түрінде түсіндегідей қап-қара күнге қақталып күйіп кеткен болатын. Жанына қарап еді, кішкентай ұлы ұйықтап жатыр екен. Кенет есіне үлкені түсіп, орнынан жылдам қимылдап, аяғын әрең дегенде тартқылап батпақтан шығарып алды. Аяқ киімі лай ішінде қалып, жалаң аяқ жүруге тура келді. Көл шеті қап-қара сасық лайды кешіп жүріп, зорға дегенде ауыл шетіне де ілікті әйтеуір. Сол кездері ауылға жетер тұсында жаңа қазылған артезиан болатын. Күні бойы шыжыған, күн астында әбден шөлдеп келе жатқан марал баласын жағаға отырғызып, артезианның астына қойып кетті. Су астында отырып әлденіп алды да, баласын арқалап ауылға беттеді. Бағанағыда емес, жүрісі ширақ, ауылға да таяп қалды. Күнде қызарып ұясына батқалы тұр. Сол мезгілде ауылға тас жолмен жаяулатып Әсет те жетті. Жалғыз келген құда баласынан мән жайды білген Смағұл атқа мініп қызының алдынан шықты. Кішкентайын арқалап келе жатқан қызын алдынан кезіктіріп, құшақтап амандасып, «Баланы әкел», деді. Ерланды қолынан алды да. Ермектің далада жалғыз қалғанын бейхабар әкесі алға қарай жүре бермек болғанда, маралдың дауысы дірілдеп, «Ермек далада қалды», деп жылап жіберді. Түк түсінбей таңырқай қараған әкесіне қайта сұратпай болған оқиғаны толық баяндады. Көлдің арғы бетіндегі үлкендеу төбе басындағы сексеуіл көлеңкесінде Ермектің қалғанын жобалап түсіндірді.
Әкесі қызы мен немересін үйге жеткізді де, бала қалған төбеге қарай бағыт алып шаба жөнелді. Барып тез арада баланы әкеле қояйын деген ойы қате екенін алдын ала болжай алмаған еді. Айналаның бәрін лезде ақ қараңғы басып, кештің арты қоюлана берді. Үйдегілердің барлығының құлағы сыртқа түрулі. Үй түрсе тыныштала қалып тыңдайды. Барлығының да күткені атасы мен немересінің оралуы. Арада ет асымдай уақыт өткенде сырттан абалаған ит дауысы мен ат тұяғының дүбірі қоса шықты. Барлығы ермекті алып келді деп қуанышпен далаға тұра ұмтылып еді. Артынша қуаныштары су сепкендей басылып қалды. Өйткені немересін әкелуге кеткен көңіл күйі жоқ Смағұл үйге бос оралды. Маралдың бағанағы көрген түсі есіне түсіп, ана жүрегі шым ете қалды. Кімді кінәләрін білмей қалшиды да қалды. Үй іші абыр-сабыр, у да шу. Марал біреуін естісе біреуін естімейді. Бірақ түндегі нан пісіріп жүргені өткінші бір ауыртпашылықтан кейінгі қуаныш болар деп жорып, өзін жұбатқан болды. Болған жағдайды Смағұл ауылдың совхоз директорына хабарлады. Директор ауылдағы бар көлікті жұмылдырып, дереу іздеуге ұйымдастырды. Студенттерден құралған құрылыс жасақтары да өз үлестерін қосу үшін ермек қалған жерге аттанып, жаяу сүзіп іздеуге кірісті. Сағат түнгі 12-лер шамасы. Шығанақ ауылынан 100 шақырымдай жердегі көрші ауылда өз үйінде жалғыз қалған Ермектің әкесі ойында ештеңе жоқ бейқам жатқан еді. Суыт келген ГАЗ-53 автокөлік дауысын естіп түрегелді. Ішке өзінен бірер жас кіші жақын қайнысы Жақан асыға кіріп келді. Екеуі бір-бірімен жақсы тұратындарын білетін Смағұл ақсақал болған жайды естіртуді осы Жақанға тапсырған болатын. Қайыржанмен жылдан құшақтасып амандасып, Ермектің жоғалғанын қиналып әрең жеткізді. Жиенінің жоғалғанына тура бір өзі кінәлідей. Дауысы тұншығып, «Мәшінәді күтем», деді де шығып кетті. Қайыржан осы үлкен ұлын ерекше жақсы көретін. Студент кездерінде әсем қала Алматыда дүниеге келіп, кішкентайынан курстағы құрбы-құрдастарының қолынан түспейтін баласы міне, бүгін жоқ. Не дерін білмейді, тек іші удай аши береді. Үйдегі бір блок темекіні алды да үн-түнсіз машинаға мінді. Жол бойы жақ ашып сөйлемеді, тек темекіні бірінен соң бірін тартып келеді. Жездесі сөйлемегеніне одан сайын ұрлығын жасырған ұрыдай қайнінісі өзімен өзі қуыстанып келеді. Бұрынғыдай жезде мен қайніне арасында қалжың сөздер жоқ. Қалжың қайдан болсын? Жол ұзарып кеткендей, әлі келе жатыр. Ауылға жеткенде алдарынан оңдаған машиналар мен фонар, прожекторлар жарықтары көрінді. Машиналар қатарына қосылып, бұлар да іздеуге кірісті. Ол кезде қазіргідей емес, аңшылардың аздығынан ұйтқұс та өте көп кез. Күндіз Маралдың су ішіп, тынығып алғысы келген Тымаға бұлар да келді. Тыма іші қасқырдың ойнақтаған жаңа іздері сайрап жатты. Машинаға қайта мініп іздеуге шыққандар сол-ақ екен, алдарынан көлденең бір қасқыр жүгіріп шығып жарыққа ілінді. Машинаның төбесінде алысқа прожектор салып іздеп келе жатқандардың бірі мылтығын қасқырға қарай бағыттап, шүртпесін басып қалды. Түнде атылған мылтықтың даусы жаңғырып шығып, іздеушілердің назары сонда бұрылды. Даланың айлакер жыртқышы одан әрі көрінбей, қараңғыға сүңгіп жоқ болды да, сәлден кейін ұзақ ұлыды. Ұлыған қасқыр даусы қараңғы түнде өте ащы қорқынышты еді. Атылған мылтық даусын естіген Смағұл ақсақал бұлардың жанына жетіп келіп, мылтық атуға тыйым салып, егер де мылтық атыла беретін болса, қасқыр баланы жеп қоятындығын ескертті. Төбедегілер өз қылықтарынан өздері ұялып, үнсіз іздеуін жалғастырды. Бүкіл ауыл болып, жаяулылары аралары 1 метр тізбектеліп, сүзіп іздегенімен еш нәтиже шықпады. 3 жасар бала барады-ау деген жердің бәрін шарлап іздеді, бірақ табылмады. Көпшілігінің қасқыр жеп кетті деген күдіктері өршілене түсті. Түн жарымнан асқанда машинамен іздеу тоқтатылды да, тек жаяулары қалды.
Себебі әлсіреп бала жатып қалса, басып кетпейік дегендер еді. Үйде жүрегі көпі әр келген кісілерден үмітпен жақсы хабар күтіп отырған Маралдың жанына демеу болып отырған ауыл әйелдері бар болатын. Солардың ішінде жасы 60-ты алқымдап қалған үлкендері Ажар апа да бар. Оның да қой бағып жүрген екі бірдей немересін қасқыр жеп кеткенін айтып жылаған сайын, ішін өкініш кернеп, жанын шүберекке түйіп әрең отырған Маралды қоса жылата берді. Уақытқа шіркін тең келер ештеңе жоқ қой өмірде. Әр сағаты минуттай сырғып өткен сайын үміт жібі үзіліп кетердей, шыдамсыздана есік жаққа қарап елеңдей береді. Енді санаулы сағаттардан хабар болмаса, ермегінен айырылғаны. Уақыттың қадірін енді түсінді. Одан жылдам ештеңе жоқ. Қолында уақыт машинасы болса, мүмкін тоқтатып қояр ма еді. Бірақ пенденің қолынан не келеді? Алланың пешенесіне жазғанын көреді. Бар үміті, мейірімі күшті Аллада. Жаратушыдан жалынып қайта-қайта үзбей сұрағаны бауыр еті баласының аман есен оралуы еді. Қалқам, мен немерелерімді жоғалтқанымда ең болмаса киімдерде қалмады. Сен Алладан киімін болса да бұйырсыншы деп бір иіскейін деп тіле, деп Ажар апа қойып қалды. Бұл жұбату сөзі болғанымен, баласын жоғалтқан жаны жаралы ананың жүрегіне кірш еткізіп жарақат салған кезекті қанжардай еді. Таңда бозарып ата бастады. Сүйіншілеп келген ешкімде жоқ. Совхоз директоры жомарт, атына сай, адамгершілігі мол, мейірімді жан еді. Сол кісінің тікелей нұсқауымен бір күнге совхоздағы тек өте маңызды керек деген жұмысшыларды ғана жұмыста қалдырып, қалған барлық ауыл тұрғындарын жаппай іздеуге жұмылдырды. Іздеушілердің қатарында мектептің белсенді үлкен сынып оқушылары да болды. Көппен бірге іздеушілердің араларында ауылдың бас дәрігері де болатын. Сол дәрігер жеке қалғанда Қайыржанға: егер қасқыр жеп кетпесе, күн қызғанға дейін табылса, бала тірі болады. Өйткені ер баланың ағзасы қызға қарағанда шыдамдырақ деді. Бұны естіген Қайыржан барынша жылдам іздеуге тырысып тыпырши берді. Ермек деп дауыстап айқайлай берді. Мұның жан дүниесін түсінген адам бір орында тұра алмас еді. Тұра алған да жоқ. Бәрі де тынымсыз, үздіксіз жылдам іздеп жүр. Көпшіліктің арасында тым болмағанда баланың сүйегін тауып алсақ қой деген сөздер өзара шыға бастады. Уақыт іздеген сайын сырғып өте берді. Құдды көз алдында өз өмірі өтіп жатқандай еді. Әрине, көз алдында баласының өмірі, өлім мен өмірдің арасында еді. Тек қана бір адам Алланың қалауымен бала отырған жерге тура бармағанда. Бір адам бағытын өзгертіп, топтан бөлініп жеке іздеуге кірісті. Бұл көпті көрген соғыс ардагері Қарагер атына мінген Ермектің нағашы атасы Смағұл еді. Соғыста жүргенде бұндай шілденің ыстығына да, қаңтардың сықырлаған сарышұнақ аязында көрген. Ысқырған минаның жарқшықтары мұрнына тиіп сындырып өтіп, бір көзін ағызып, елге жалғыз көзбен оралған. Таңертең шығарында үлкен дәкемен жолға ыңғайлы 5 литр канистр тола су алып, ерге байлап шыққан еді. Айналаға әр тоқтаған жерінде соғыстан қалған жалғыз сау көзімен дүрбі салып, жан-жағын түгел шолып қарайтын. Көзге тыр жан түспеді. Жаздың аптап ыстық күні шыжып дәл төбеге келді. Іздеуден еш нәтиже шықпады. Бірақ үмітін үзбей іздеуін тоқтатпады. Кезекті бір тоқтап дүрбі салып тұрғанда, төбе басындағы қарауытқан жалғыз нүктені байқады. Өз көзіне өзі сенбей қайта қарап еді. Я, расында бір нүкте көрініп тұр. Бұл ауылдың қыр сайын төбе жоталарын жатқа білетін адамға әлгі нүкте қуантарлық жаңалық еді. Қуанышты қойнына сыймай, Қарагер қамшы басып төбе басына қарай
шаңдатып шаба жөнелді. Жақындаған сайын әлгі нүкте баланың бейнесіне айнала түсті. Қуанғаны соншалық соқыр көзіне де шоқша сақалын жуа жас барлады. Бірақ тірі ма деген сұрақ ойына сақ ете қалды. Төбе басына жеткенше осы сұрақты қайта ойына орала бет. Жақындап қалған ат тұяғының дүбірін естіген Ермек басын жай ғана көтерді. Баланың басын көтергенін көрген атасы: «Айналайын-ай, тірі екенсің ғой, Алла, мыңда бір рахмет, тілегімді қабыл алыпсың ғой» деп шексіз алғысын жаудырып, аттан қарғып түсті де немересін құшақтап сүйе берді. Бір тәуліктің ішінде терісі құрғап, көзі шүңірейіп, ерні құрғап жарылып, әбден азып қалған Ермек «Жу» деді. Жу деген сөз су екенін түсініп, атасы бірден су бермей, үйден алып шыққан дәкесіне шалқылдатып су құйды да сулы дәкемен баланы орай бастады. Әбден шөліркеген бала сулы дәкенің шетін аузына салып сорып жұта берді. Бірден суды балаға берер болса, денесі әбден құрғаған бала өліп кетуі мүмкін екенін соғыс ардагер жақсы білетін. Ермек жанында анасы жоқ болса да, жиі айтатын анасының сөздері есінен шықпағаны болу керек. Аяқ киімін шешіп, ішіне нәскиін салып, жанына жинап қойыпты. Марал есі енді кіріп қалған баласына жатарда киімдеріңді жинап қой деп үйрететін. Аталы балалы төбе басында табысып отырғанда төбені бетке алып қалған іздеушілер де келіп жетті. Барлықтар баланың тірі екенін көріп, бір-бірлерін құшақтап құттықтай бастады. Анасының берген бір тілім нанның жартысы желініп, жартысы қалтасында тұрған баласын құшағына басқан Қайыржанның қуанышында шек жоқ. Сол кездегі әкенің қуанышын тілмен жеткізу мүмкін емес. Өйткені бір тәуліктен аса жоғалған баланың көпшілігі сүйегін іздеп жүргені өтірік емес еді. Жоғалған бала табылды. Өз-өздеріне келіп, мәз-мейрам болып отырғанда, кенет есіне бірдеңе түсе қалып, жан-жағына ары-бері қараған Ермек «Мотоцикл қайда?» деді. Немересінің бұл сұрағына атасының «Өй, мотоциклінің әкесінің аузы» деген жауабы басқаларды күлкіге қарық қылды. Атасы ақырын ғана «Не көрдің?» деп қойған сұрағына немересі «Күшікпен ойнадым» деп жауап берді. Күшік дегені шындығында қасқыр ғой деп көпшілік арасынан дауыстар шыға бастады. Өйткені сол төбеге жақын келесі төбенің етегінде қасқырдың апаны бар еді. Араларынан көк бөрінің тектілігі, жыртқыш болса да аналық мейірімі бар, балаға тимегендігінде деген дауыстар шығып, бас шайқап, таңғалысып жатты. Алланың мейірімімен аман есен табылған баланың қалтасындағы қасиетті нанның да титтей болса да септігі бар десті көпшілік. Содан ауылға сүйінші жетіп, мәре сәре болды. Баланы ең алдымен ауылдағы медициналық бекетке жеткізіп, денсаулығын тексеріп болған соң, Жайлаукөл ауылының ауруханасына жөнелтілді. Жайлаукөл атақты сазгер Ілияс Жаханов ағамыздың Жайлаукөл кештері әніне арқау болған шу бойындағы ауыл. Ыстық күнде шылқылдаған сулы дәкемен оранған болуы керек, өкпесі қабынғаны анықталды. Артынан егіліп жылап Марал да жетті. Келген бойда «Құлыным, келе ғой» деп құшақтап бауырынан баспақ болған еді, баласы өкпелі кейпінен айнымай «Кет, мен тастап кеттің» деп көпшіліктің көзінше теуіп қалды да теріс бұрылып қарамай қойды. Өз баласынан мұндай қылық, бұндай сөз естимін деп күтпеген Маралдың жүрегі қарс айырылып, сілейіп тұрып қалды. Кешікпей екі бірдей немересінен айырылған Ажар апа да келді. Ермекті құшақтап, «Бұл маңда жалғыз менің немерелерім ғана емес, әйгілі қобызшы, күйші Ықылас Дүкенұлының баласын шу өзені бойында бесіктен қасқыр алып кеткен» деп еңіреп жылады.
құлындарын жоқтап жылаған Ажар апаның ащы даусынан жиналған көпшілік көздеріне еріксіз жас алды. Арада 10 күндей уақыт өтті. Ермектің де денсаулығы жақсарып, ауруханадан нағашыларының үйіне шықты. Құдайға шүкір айтысып, үлкен құран беріліп, ауыл тұрғындары бас қосты. Әңгіме арасында Ермекке ауыл тұрғындары Маугли бала деп лақап ат қойып та үлгірді. Бір ауылдың дүркіреп, түгелдей сабылтып іздеуіне себепкер болған Маугли көпшіліктің не үшін жиналғанымен жұмысы да жоқ еді. Есік алдында ойнап жүрген немересін нағашы атасы көріп тұрып, «Сен өліп тірілген баласың, сен 100 жасайсың» деп маңдайынан сүйді. Өз кезегінде Қайыржан әуелі Алла, одан кейін бүкіл ауыл тұрғындарына және дер кезінде тұрғындардан іздеуші жасақ ұйымдастырып, көмек беруге атсалысқан совхоз директоры Жомарт ағаға алғысым шексіз, деді. Ішкі толқынысын жасыра алмай, көңілді ауыл тұрғындарының абыр-дабыр өткендерін айтып қуанып, күлген күлкілері ауыл шетіне жетіп жатты. Бұл қуаныш күлкісі еді. Ағайын, танымал атты YouTube арнама өтіп, тіркеліп, тәлімі мол әңгімелерді тыңдап, лайықты болса лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Қазақ тілді арнамды қолдауға шақырамын. Сондай-ақ алдын ала өзімнің ризашылығымды білдіремін.